негізі ешкімнің отбасын араласқанды ұнатпаймын негізі ше. Бірақ бұл жерде үндемей тұра алмадым, потому что өз көзіммен, өз құлағыммен естіген заттар бар. Айза қазір сторис салып жатыр, Сұлтанмен ажырасып жатырық деп. Честно, енді білмеймін, я у нее попросила салсам бола ма деп. Ана күні Ерасылдың туған күнімен құттықтап келді ғой. Бір где-то 10 минут, 15 минут отырған шығар. Ана Сұлтан деген басынан аяғына дейін боқтады ғой. Айтпаған сөзі жоқ қой, до такой степени. Мен айтам, құрсын мынауың вообще ненормально ғой дедім. Көзін құртшы мынаның дедім. Действительно, конечно, өйтіп айту может маған дұрыс емес шығар, но ананың айтқан сөзін естісеңіздер, сүйектен өтетін сөздер ғой, анау до такой степени. Кішкентай балаға қандай стресс, мамасын ұрып атса, ешкім даже милицияға хабарласқан, ештеңе істемеген жіберіп жүрген. Ну как так можно деймін да? Күнде ұрады, күнде. Біздің көршіміз вообще әйелге қол көтеретін еркектер жайлы айтқым келеді. Әйелге қол көтеретін еркек не то что шапалақ, кулакпен басынан ұру деген, басын стенаға ұру деген, білмеймін мен. Менің 5 балам болса да мен ондай еркекпен тұрмас едім никогда. Мен сондай біреуінен кетіп қалғам кезінде. Білмеймін енді ол балаға да қандай стресс оны көріп атқан. Әйелге қандай травма. Декретте отырған мамочка, и таки депрессияда отырған әйелін, қатынын, ең жақын адамын аямаған адам ол айуан деп ойлаймын. Жауыз нағыз. Білмеймін, менің сөзім жоқ енді бұндай еркектерге. Құдай сақтасын бұндай еркектерден. Білмеймін, енді Айза шақырмаса милицияны мен шақырам бар ғой. Мына сұмдық қона бала қаншама кішкентай 2 бүлдіршіні бар. Шешесін тоқпақтап ұрып атса, білмеймін, мен жүрегім жарылып кетейін деп жатыр мына стористарым. Сол 5 минутқа Ерасылды поздравлять етіп келген кезде буквально үйде отыр, даже мен үйімде Бексұлтан жоқ. Мен әйел адамын, өзім жалғыз отырмын, сол кезде қасыма келді. Зухра өз жалғыз екен, Бексұлтан жоқ екен деп айтып жатыр. Соң өзінде боқтап жатыр ғой, аузына келген. Мен мына жақтан енді ситуацияны кішкене жұмсартайын деп. Сұлтан қасымда отыр, болды, ол кішкене отыра тұрсын деп сөйтіп айтып жатырмын да, қоймайды. Ана күні тағы бір ситуация болды, енді оны айтпай-ақ қояйын енді. Бірақ енді анау чересчур елдің көзінше болған ситуациялар болды. Білмеймін енді. Құдай сақтасын, честно бар, ол қаншама ситуацияны өзімнің көзім көріп, құлағым естігеннен кейін, білмеймін енді. Жаным ашып отыр да Айзаға, кәдімгідей білмеймін енді. Боқтағым келіп отыр ғой, до такой степени, что отырып, с ног до головы хочу обматерить до такой степени. Нағыз айуандық. Я была самым счастливым человеком, я была настолько свободна, счастлива, успешна. Блин, честно. И сейчас просто меня убивает то, что каждый божий день он доебывается просто до мелочей. То есть я мама в декрете, которая хочет просто элементарно поспать, выспаться. Но мен ұйықтағанды көріп, он начинает сен неге ұйықтайсың, сен неге ұйықтай бересің деп, да? А то, что я сама, блядь, я уже ему не говорю, иге нан әкел, иге тамақ әкел, иге ақша әкел, я уже это не говорю. Я потому что 2 жылдан бойы, вот 2 жыл мы в Праге, 2 жылдан бері, я вот сама зарабатываю на свою одежду, на свои хотелки, на свои расходы, на детей, на памперсы, на смесь, на все абсолютно расходы, вплоть до мелочей, я зарабатываю сама, өз ақша. Каждый скандал, каждый ұрыс-керіс болған кезде ол хитрый человек, ол хитрожопый адам. Ол менің телефонымды тартып алады, мен видеоға, аудиоға ештеңе жазбасын, фиксация болмасын деп тартып алады менің телефонымды и начинает мені бұрышқа отырғызып алып, синяк қалмайтын, көрінбейтін жерлерге басымды стенкаға ұрады, басымды соғады, басымнан кулакпен ұрады, оның барлығы, например, да. Көрінбейтін жерлерге кулакпен шашымды жұлады, например, да, бетке тиіспейді, бетте синяк қалады, аяқтарға көрінетін ашық жерлерге тиіспейді ол. И каждый божий день мен для него боксерская грушамын. Вот реально каждый божий день. Шынымен де мен уже шаршап кеттім, вот честно. Мен уже қанша, я уже думаю, болды, адам болады, но жоқ. И знаете то, что я слышу от него, вот эти слова, которые... мен сөзім жоқ просто. У меня бүгін кеше қанша күннен бері просто истерика. Мен
көресіңдер ғой өздерің енді шақырған тойларға барам. Ол өзі барғысы келмейді. Кейде барғысы келмейді, потому что білмеймін енді не үшін екенін, оны мен бармаймын, мен жұмыстарым бар. Мен хорошо деймін. Мен өзім барғым келеді, мен барамын. И в то же время мен барғаным үшін он начинает меня: вот, сен, ты такая, ты сякая, ты без меня пошла, ты такая-сякая деп. То есть я, по его словам, құлмын. Мен құл ретінде үйден оның рұқсатсыз шықпау керекпін. Үйден рұқсатсыз шықсам, оказывается, мен жалап екенмін. Мен олсыз бір жаққа баратын болсам, мен, оказывается, жалап. Я, оказывается, последняя тварь. Вот такая я, оказывается, плохая. Оказывается, я настолько плохой человек в его глазах, то, что он бедный меня терпит, он бедный со мной живет, он просто... не знаю, сөзім жоқ, просто и өзін заставляет себя со мной жить, оказывается. Вот так вот. Уважаемые мои подписчицы, Сұлтанға ғашық подписчицаларым бар. Сұлтанның атынан бұрында жүгірген қыздары, которые на меня подписаны. Бывший қызының мамасы да бар Сұлтанға, которая писала: ой, сен неге менің қызымды алмай Айза қатынға үйлендің? Айналайындар, я вас умоляю, пожалуйста, сұлтандарыңды алып кетіңдерші өздеріңе, пожалуйста, өздеріңе қыздарыңа үйлендіресіңдер ма, не істейсіңдер, өздерің білесіңдер. Я хочу спокойно жить, я хочу спокойной жизни, я хочу жить просто в спокойствии, в тишине, я хочу нормально высыпаться, я не хочу, чтобы мне, когда я просыпаюсь, чтобы мне ебали мозги из-за того, что он там, то, что у него там психика уже нарушена. Я не хочу тратить свои нервы и деньги для того, чтобы быть замужем. Я замужем, и будучи замужем, это означает для меня тратиться на мужа, обеспечивать мужа своего. Я заебалась уже, честно. И пусть я вот здесь сейчас буду плохой. Пусть я вот здесь буду сейчас оңбаған қатын. Оңбаған қатын болған кезімде, жалғыз өзім жүрген кезде мен настолько бақытты, настолько құлпырып жүрген едім мен. У меня было все идеально, честное слово. Но те слова, которые Султан говорит мне, и то, что он уже переходит через меня, переходит на личность моей матери, то, что он уже границаларды көрмейді, он уже границалар сезбейді, и уже он думает, ему все позволено, ему все можно, отбирает телефон мой, отбирает телефон моего ребенка, чтобы она тоже на видео не снимала, а моя дочка Лялимка все это видит, она травмируется, а ему пофигу, потому что что? Потому что у него психика уже давно полетела, потому что он уверен в том, что с ним ничего не произойдет. Он уверен в том, что ему никто ничего не сделает. Понимаете? Мен декретте отырған анамын, да, например. Мен декретте отырып, я в послеродовой депрессии. Я в послеродовой депрессии, и то, что я куда-то выхожу, для того, чтобы отвлечься хотя бы немножко, чтобы немножко, не знаю, прийти в себя, потому что, когда ты в депрессии, нужно выходить, чтобы не засасываться в этой депрессии, да? Но стоит мне куда-то выйти просто, я сразу жалоб. Стоит мне куда-то пойти с подружками, с девочками, куда-то посидеть, просто выйти, я сразу жалоб. И стоит просто вот каждый божий день, почему я должна мучиться от того, что Султан, я уже в страхе сижу, уже Лялимка каждый божий день в страхе, когда он домой приходит, уже дочка у меня в страхе сидит, потому что она знает, что он сейчас начнет меня бить, что за волосы будет таскать меня по дому, и телефон мой отбирает, я ничего не могу, ни видео снять, ничего не могу. Самое ужасное.